29-30 маусым аралығында Астана қаласында каратэден Астана Cup 2024 халықаралық турнирі өтті. Турнирге қатысқан облысымыздың жас спортшылары үздік нәтиже көрсетіп, 1 алтын, 2 күміс және 1 қола медаль жеңіп алды. Турнирдің алтыны Семей қаласының номер 3 мектебінің оқушысы Әлинұр Сағатбековке бұйырды. Дәл осы мектептің тағы бір оқушысы Іңкәр Секей және Семей қаласының номер 10 мектебінің оқушысы Артем Платников күміске қол жеткізді. Қола медальді қаламыздағы номер 49 мектептің оқушысы Айдос Мазанбеков иеленді. Семей қаласы әкімдігі отбасы банкпен бірлесіп тамыз айында Абай жастары бағдарламасын іске қосады. Бағдарламаға 18-35 жас аралығындағы түрлі салада еңбек етіп жүрген жас мамандар мен жас отбасылар қатысады. 20 тамызда құжаттарды қабылдау басталады. Қатысу шарттары жақын күндері Семей қаласы әкімдігінің ресми сайтында жарияланбақ. Биыл халықаралық жастар күнін мерекелеу 3-12 тамыз аралығында ұлттық жастар онкүндігі форматында өтуде. Абай облысы жастар орталығының директоры Айдос Төлеухановтың айтуынша, ұлттық онкүндік шеңберінде күнделікті тақырыптық бағыттар айқындалып, еліміздің әр өңірінде іс-шаралар өткізілетін болады. Жастармен бірге ұлттық жастар онкүндігін өткізудің негізгі мақсаты жастардың белсенділігін дамыту, олардың білім алуы мен өздерін дамытулары үшін қолайлы орта құру, сондай-ақ еліміздің қоғамдық мәдени өміріне белсенді қатысуын ынталандыру. Ұлттық онкүндік шеңберінде өткізілетін іс-шаралар сондай-ақ жастарға туған жеріне құрметпен қарауды, азаматтық жауапкершілікті, кәсібилікті, еңбекқорлықты үйретеді, деді Абай облысы жастар ресурстық орталығының директоры Айдос Төлеуханов. Қарағайлы шағын ауданындағы 79 үйдің тұрғындары 1 ай бойы жеделсаты қызметін пайдалана алмай отыр. Қызмет көрсетуші Вестлейб жауапкершілігі шектеулі серіктестік тұрғындарға қысқа мерзім ішінде жөнделеді деп жалған уәде берген. Мен аталған тұрғын үйдің жоғарғы қабатының бірінде тұрамын. Зейнет жасынан асқан соң баспалдықтан күнде түсіп шығу ауыртпалық тудырады. Компания өкілдері әне-міне жөндейміз дегелі біраз уақыт өтті, дейді қала тұрғыны. Абай ауданының орталығы Қарауыл ауылындағы Әуезов көшесі бойында орналасқан балалар ойын алаңы қайта жөндеуден өткізіліп, ауыл тұрғындарына қолданысқа берілді. Тұрғындардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру, халық арасында салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында пайдалануға берілген алаң 3 бөлікке бөлінген. Мұнда баскетбол алаңы, балалар ойын алаңы, жаттығу алаңы бар. Алаң ішінде жарық шамдар орнатылып, көпшілік демалатын орындықтар қойылған. Балаларға арналған әткеншектер, сырғанақтар орнатылған. Бүгінге жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған Сымбат Қайратқызы, Семей таңы.